Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз 3-ші тоқсандағы 10-шы сынып қоғамдық гуманитарлық бағытқа арналған екінші ең маңызды S элементтер және олардың байланыстары бөлім бойынша жиынтық бағу тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл бізде бірінші нұсқа. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Жоғарыдан төмен қарай сілтілік металдар қалай өзгеретінін жазыңыз. Атом радиусы жоғарыдан төмен қарай артады. Электрондарды беру мүмкіндігі артады. Тотықсыздандырғыш қасиеті күшейеді. Келесі тапсырма элементтердің электрондық формуласы. Жаз. Конфигурациясы шар. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Қазір мен жерден келесі магний. Магний бізде 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Келесі тапсырма өзгерістерді жүзеге асыру. Бірінші 2 натрий қосылған 2H2O сумен. Сол кезде бізде сілті түзіледі. 2 натрий OH және H2 сутек газы. Екінші 2 натрий OH-қа қосамыз CO2 газын. Сол кезде бізде натрий карбонаты CO3 және су түзіледі H2O. Үшінші натрий карбонаты қосылған 2H хлор, сонда бізде түзіледі натрий хлориді, 2 натрий хлориді CO2 және су. Төртінші бізде алынған натрий хлориді 2 натрий хлор, электролиз, электролиз 2 натрий және хлор 2 газын айырылады. Келесі тапсырма реакция теңдеулерін жазыңыз. Натрийдің сумен 2 натрий қосылған су, 2H2O, сол кезде 2 натрий гидроксиді және сутек газы бөлінеді. Кальцийдің сумен реакциясы. Кальций қосылған 2H2O тең кальций гидроксиді және сутектің газы. Келесі тапсырма бізде сәйкестендіру натрий нитраты. Негізі мынандай астында сәйкестендіру бар. Мен бірден мына жерге жазып кетейін, себебі астына түссе маған көрмей қалады. 1 натрий нитраты бізде бұл тыңайтқыш 1В болады. Екінші натрий хлориді, ол әрине бізде тұз. Натрий хлориді көбінесе қолданылады консервант ретінде. Үшінші калий гидроксиді. Калий гидроксиді бізде сабын алуда қолданылады. 3Б. Төртінші калий хлориді. Калий хлориді бізде импульстарды өткізуде. 4А. Бесінші калий перманганаты. Марганцовка біздегі. Бұл дезинфекциялаушы.
Алтыншы, калий карбонаты бұл өсімдік күлінде бар 6К екен. Келесі заттардың қайсысында кальцийдің массалық үлесі көп екенін анықтаңыз. Кальций карбонатта ма, әлде бикарбонатта ма? Алдымен кальций карбонатын жазайық. Кальций карбонаты, кальций СО3, енді бикарбонат. Бикарбонат формуласы кальций HCO3 екеселенген. Енді осылардың массалық үлесін табайық. Бірінші кальций карбонат бойынша мр кальций СО3 тең 40, салыстырмалы атомдық массаларын қосып шығамыз. 12, мына жерде 16 көбейтілген 3. Сол кезде бұл жерде 100 грамм бөлінген моль болады. Бірден осы жерде кальцийдің массалық үлесін тауып кетейік. Кальций, яғни 40-ты бөлеміз 100-ге, көбейтеміз 100-ге. 0,4. Так, 0,4 неге көбейтеміз? Сонда бірден 40 пайыз шығады. Ары қарай екінші бикарбонатын мр кальций HCO3 екеселенген 40 қосылған. Жақшаның ішінде 1 қосу 12, қосу 48, көбейтілген. Көбейтілген 2. Сонда мына жерде тең болады 162. Осы жерден кальцийдің массалық үлесін тауып жіберейік. Кальций 40-ты бөлеміз 162-ге, көбейтеміз 100-ге. 24,7 пайыз шықты. Сонда кальцийдің массалық үлесі жауабы кальций карбонаты. Осы да көп болып тұр. 40 пайызға.